Құрметті YouTube каналымның көрермендері, мен сіздерді бүгін екі гүлдің күтімімен таныстырамын. Олар бірінші фуксия гүлі, яғни суретте көріп отырғандарыңыз фуксия гүлі. Бұл қызыл гүлді өсімдік. Оның ұсақ жапырақтары бір-біріне қарама-қарсы өседі. Гүлдері нәзік, тез солғыш болады. Және де сабағы жіңішке болып келеді. Фуксия жарық аз түсетін бөлмеде жақсы өседі. Оны жаз айларында көлкітіп, не болмаса бүркіп суарады. Әр 10 күн сайын қоректендіріп отырады. Ал қыста суаруды азайтып, терезеге жақын салқын жерге орналастыру керек. Фуксияны гүл жарған кезде орнынан қозғауға болмайды. Өйткені оның гүлі түсіп қалуы мүмкін. Фуксияны қалай егеміз? Оның егу тәсілі көктемде қарашірік пен құм қосылған қара топыраққа ауыстырып отырғызамыз. Фуксияны тұқым және қалемшесінен көбейтеді, яғни дәнінен және атростық арқылы. Оның бұтақтарын дұрысынан қиса, шар пішінді әсем ағаш болып шығады. Ал келесі гүліміздің аты бұл бегония деп аталады. Бегония сабағы түкті, жапырағы түрлі түсті көп жылдық шөптесін өсімдік болып табылады. Бұл гүлдің барлық түрлерін қыш құмырада, оңтүстік батысқа немесе оңтүстік шығысқа қараған терезе алдында өсіргеніңіз жақсы. Шоқ сабақты бегониялар әсем гүлді, алуан өрнекті, жапырақты өсімдіктер болып саналады. Бегонияны қалай егеміз? Бегонияны көбінесе сабақ қалемшесінен көбейтеміз. Көктемде оны кесіп алып, олардың екі бөлігін жапырақ шірінділері аралас топырақтан, бірінші бөлігі шым топырақ пен қарашірік топырақтан, ал бір бөлігі құмнан тұратын топыраққа егеді. Бегония көлеңкелі жерді, яғни ылғалдықты жақсы көреді. Бұл гүлді өсіру үшін мамандар құмыраның астындағы ыдысқа су құйып қоюға кеңес береді. Бегония бұл тікелей күн көзін жақтырмайды. Құрметті YouTube каналымның көрермендері, сіздерге менің пайдалы кеңестерім, осы видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий, яғни пікір жазуды ұмытпаңыздар.